Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін біз қазақ шоу-бизнесінде ерекше форматта өткен той туралы айтатын боламыз. Бұл танымал әнші, композитор Сәкен Майғазиевтің ұлының үйлену тойы. Бірақ бұл қарапайым ғана той емес. Бұл Қазақстан тарихындағы алғашқы ақылы онлайн той. Иә, дұрыс естідіңіз, тойды көру үшін көрермендер 380 теңге төлеуге тиіс болды. Той иелері кім? Сәкен Майғазиев, қазақ эстрадасының танымал тұлғасы, Музарт тобының мүшесі. Ол жақында ұлы Әділеттің шаңырақ көтерген тойын ерекше етіп өткізуді ұйғарды. Әділет пен келіні Әдияның үйлену тойы 2025 жылдың көктемінде өткен. Бірақ бұл тойға кез келген адам барып қатыса алмады. 800 адам ғана офлайн қатысқан, ал қалған көрермендерге арнайы онлайн трансляция ұсынылды. Бірақ бұл трансляция тегін емес еді. Онлайн тойға кіру 380 теңге. Тойды көру үшін онлайн көрермендер 380 теңге төлеуге тиіс болды. Бұл қарапайым лайвстрим емес, арнайы түсірілім тобы, режиссура, бірнеше камера, техникалық серверлер қамтамасыз етілген кәсіби эфир болған. Сәкен Майғазиев не дейді? Бұл тойдан пайда табу емес, онлайн форматты сапалы жасау үшін қажет қадам болды. Біз кәсіби операторлар, режиссерлер, техникалық қызметкерлер жұмыс істейтін үлкен команда құрдық. Олар еңбекақы алуы керек. Бұл үлкен жоба, деді Сәкен мырза. Нәтиже қандай болды? Мәліметтерге сүйенсек, онлайн көруге 823 адам тіркелген. Жалпы түсім 12 миллион теңгеден астам болған. Бұл қаржы техникалық шығындарды өтеуге жұмсалған. Операторлар, режиссер, жарық, дыбыс, платформа сервері, авторлық құқықты қорғау құралдары не басқалар. Қалай тіркелді? Онлайн көру үшін адамдар арнайы Telegram бот немесе Instagram сілтемесі арқылы тіркелді. Төлем Каспи немесе Q арқылы қабылданды. Содан кейін көрерменге жеке сілтеме берілді. Сол арқылы жабық эфирге қосылуға мүмкіндік болды. Қоғам қалай қабылдады? Әлеуметтік желілерде пікірлер екіге бөлінді. Қолдаушылар: той, шоу. Ақша төлеп концерт көреміз ғой, бұл да сондай. Заманауи формат, техникалық шығынды жабуға лайық. Кім қалай өткізем десе өзі біледі. Қарсы пікірлер: той деген той. Халыққа ақсыз болуы керек еді. Халықтың жағдайы белгілі, ал 380 теңге көп адам үшін ақша. Пайда табу үшін жасалды деген пікірлер айтылды. Бұл тәжірибеден не түйеміз? Сәкен Майғазиев ұлының үйлену тойын ерекше форматты өткізіп, қазақ қоғамында жаңа стандарт орнатты деуге болады. Бұл шоу-бизнестегі цифрлану мен шығармашылықтың жаңа беті. Енді бұл тәсілді басқа да әншілер мен танымал тұлғалар қолдана ма, ол уақыттың еншісінде. Қорытынды. Аспект мәлімет. Кіру бағасы 380 теңге. Онлайн көрермен саны 823 адам. Жалпы табыс 12 мың теңгеден астам. Той форматы жабық онлайн трансляция, Instagram, Telegram арқылы. Мақсаты техникалық шығындарды жабу. Заң қалаларыңыз бен ана қаламайларыңыз дайындаған